Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода қазақ әдебиеті пәнінен 4-ші тоқсанның БЖБ біріне талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын ең алдымен 1 секундтарыңды бөліп, каналға тіркеліп кетсеңдер өте жақсы болар еді. Бізде бөлім ұрпақ тәрбиесі, осы бөлім бойынша алынатын болады. БЖБ-ға берілетін уақыт 15-20 минутты беріледі. Бір ғана тапсырма бар бұл жерде. Екі тақырыптың бірін таңдап, ұлттық құндылықтар тұрғысынан талдаңыз, әдеби эссе жазыңыз дейді. Бірінші, Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы шығармасында шындық, құрмет, әділдік қалай көрініс тапқан? Шындықтың ащы даңқы тақырыбында әдеби эссе жаз дейді. Ал екінші, Медетбектің тәуелсізбін өлеңінде қазақтың сан ғасырлық арманы, тәуелсіздік бағыты, азаттық бейнесі қалай жырланды? Тәуелсізбін танып тұрмын өзімді тақырыбында әдеби эссе жаз дейді. Осы эссен екі тақырыптың бірін таңдап, эссе жазыңыз керек. Яғни мен мысал ретінде екінші тақырыпты таңдадым. Яғни Медетбектің тәуелсізбін өлеңін таңдадық, тәуелсізбін танып тұрмын өзіңді тақырып. Темірхан Медетбектің тәуелсізбін өлеңінде сан ғасырлық арманы, азаттық бейнесі керемет жырланған. Тәуелсіз елімізге жыр шашуын паш етеді. Тәуелсізбін мен бүгін, келді міне азаттығым, теңдігім, бостандыққа бойлығым мен ендігім, шешіл енді шемен болған шерлінім дейді. Бұл жолдарда ақын тәуелсізбін, бостандықта азаттығым, теңдігім деген мағыналас сөздерді қолдау арқылы көптен күткен тәуелсіздіктің оңай келмегенін аңғартқандай. Тәуелсіздік батырлары азаттық жолында құрбан болды, жазықсыз өмірден ерте озды. Олар халқына үлкен қуаныш сыйлады. Бірақ өздері сол еркіндіктің дәмін тата алмады. Келді міне азаттығым, теңдігім деген жолдарда ел азаттығымен қоса өз бостандығын да сыйлаған, заманға қуанған, шығармасымен әлемге жар салған ақын бейнесін көре аламыз. Расында халық ішінен азғантай қазақ зиялылары алға суырылып шығып, өз ойын ойланбастан ашық айтты. Олар өзім деп қара басын ойлаған жоқ. Болашақ ұрпақ бізде қараңғы емес, күннің көзін көріп, еркін өссін деп армандады. Және сол армандарына жетті деп ойлаймын. Енді біздер сол еркіндікті, тәуелсіздікті бағалауымыз қажет. Өлең маған өте қатты керемет әсер берді деп өз ойымызды осылай білдірсек болады. Бұны көшіріп алу міндетті емес. Тағы да айтамын, өздерің ойдан эссе жазсаңдар болады, өздерің ойларыңды қосып. Сонымен біздің бүгін БЖБ талдау аяқталды. Каналда 7-ші сыныптың басқа да пәндерінен БЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Каналға тіркеліп және де плейлист бөліміне өтіп, БЖБ талдау деген плейлистке кірсеңдер, басқа да пәндердің БЖБ-лары бар.